Қазақ пен өзбек тарихы түркі дәуірінен басталады. Өткенді жіті зерделеп, болашаққа бағдар жасау президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың тапсырмасы. Қазақстан мен Өзбекстан тарихы зерттеуінің өзекті мәселелері. Осындай атаумен Шымкентте халықаралық ғылыми конференция өтті. Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан зерттеу университетінің базасында ұйымдастырылған алқалы жиын қазақ-өзбек ғалымдарының әріптестік байланысын арттырып, қос тараптың тарихын тануға тыңнан түрен салды. Күнінен шұғыласы тарап жатқан Ташкент шаһарынан қош келдіңдер, әйгілі Төле бидей бағам жатқан Шымкент қалалық мемлекеттік архив ұжымы ұйымдастырған конференция қонақтар таң тамаша. Өзбекстан тараптың ғалымдары есіктен енген бойда зор сый құрметке бөленді. Шаһар жұрты көрші ел қонақтарын паң өнерімен тәнті етті. Мұнан соң қос ел ғалымдар университет фойесіндегі мұрағат көрмесімен танысты. Сәуле Зейнуллақызы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік архивінің директоры. Мұрағат саласының жілігін шағып майын ішкен майталман маман. Бүгінгі шарада ол солтүстіктің шежіресін һәм тарихын таныстыру мүмкіндігіне ие болды. Жұмыс тобының басшысы ретінде өте үлкен жұмыстар жүргізіп, соның нәтижесінде 8 мыңнан астам азаматтардың тізімін анықтап, олардың электрондық базасын анықтадық. Бұны электрондық базаға енгізіп, бүгінгі күні бұл тізімді ақтауға берген болатынымызда. Сонымен қатар осы жұмыстың аясында бірнеше басылымдар дайындалды. Бұл Алаш қайраткерлері Мағжан Жұмабай, Ел мен жердің тарихы, шежіреге деген адалдық, болашаққа ақиқатты айна қатесі жеткізу мақсатында ұйымдастырылған бұл шарада мынадай көрме ұйымдастырылды. Бұл көрмеде екі елдің тарихынан сыр шертетін мынадай экспонаттар қойылған. Ал Әнуаржан Әлиев Өзбекстандағы УЗ архив агенттігінің жетекшісі. Оның айтуынша Өзбекстан мұрағат қорында 16 миллионнан астам архив құжаттары бар. Олар әлі де толық зерттелмеген. Екі ел арасында тарих түгендеуге бағытталған келісімшарт бар. Сол құжаттың аясында талай тындырымды тірлік атқарылыпты. Қазақстан Республикасы 2007 жылы Қазақстан мен Өзбекстан мұрағаты салдасында екі жақты меморандумға қол қойылған болатын. Ал былтыр желтоқсан айында практикалық шаралар бойынша жұмыстарға келісім шарт жасалды. Осының арқасында қос ел арасында бірталай зерттеу жұмыстары жүріп, тарихи мәнді деректер анықталды. Қазір біздің қорда 16 миллионнан астам құжат бар. Соның тең жартысына жуығы Қазақстанға қатысты ақпараттар. Мәдени мұра бағдарламасы Баябан елдің бар жақсысын жарыққа шығарған құтты бағдарламаға айналды. Осының арқасында архив саласының өлгені тіріліп, өшкені қайта жанды. Министрлік өкілдерінің айтуынша соңғы 10-15 жылдың көлемінде екі жақты құжат алмасу ісі тоқтап қалған. Ештен кеш жақсы, ендігі мақсат өзбек ағайынның қорындағы құнды ақпараттарды ұлттық архив қорына қосу. Қордаланып қалған әлі көп тұсы ашылмаған тарихи құжаттарды, ұлттық архив қорында құжаттарды ашу, болашақ ұрпаққа аманат ретінде жеткізу. Бұл 3 жылға арналған екі жақты ғылыми еңбектер шығады. Қазіргі таңда біздің Қазақстанның қоғамына, әсіресе ғалымдарына көптеген қажетті құжаттар ашылатын болады. Бәрі өте қуанышты. Сондықтан алдағы уақытта да көп жаңалықтар ашылады деген ойдамыз. Тарихын білмеген ұлттың болашағы бұлыңғыр. Конференцияның негізгі бөлігі университеттің мәжіліс залында жалғасты. Жиынның әлқиса сөзі Шымкент қаласы әкімінің орынбасары Сәрсен Құранбекте. Бұл шын мәнінде маңызды жұмыс. Өйткені біздің ортақ тарихымызда әлі толық зерттелмеген мәселелер бар деген болатын. Осы орайда құнды ақпараттарға қоғамның қызығушылығын оята отырып, мемлекеттік архивтік ұлттық қор және зерттеу орталығы ел тарихының қазынасы ретінде паш ету біздің аса маңызды жоспарларымыздың бірі болып табылады. Халықаралық мәжіліс 2 күнге созылмақ. Ғалымдардың айтуынша қос елдің мұрағат қорында құпия құжаттар өте көп. Әсіресе саяси қуғын көрген алаш арыстарына қатысты дерек дәйектерді зерттеу маңызды. Қос тараптың ортақ мүдде, ортақ саясаты да осы. Гүлсанат Қалмырзағызы, Әли Мәлік, Алмаздан Абекұлы, жаңалықтар.